Бүгінгі төрге шыққан орындарыңыз құтты болсын. Мына ортаға салынып жатқан көпірлеріңіз мықты болсын. Не дейміз? Мына жастар бақытты болсын. Осы Тимур бауырымыз Нұрсұлтан бақытты болсын әйтеуір. Не дейміз? Бізде сол осы қуанышқа серік болып, домбырамызды арқалап атқа шауып келген жағдайымыз бар. Сіздердің бір кеуделеріңізді көтерейік, құлақтарыңыздың құршын қандырайық деген мақсат қой. Ал алдарыңыздан алып жеп отыра беріңіздер. Бір-екі ән термелерімді онда беріп. Тағы да құтты болсын. Ой жасаған Раббысы әлемдердің, таңдайыма таусылмас өлең бердің. Лә илаха иллаллах дегенді айтып, мұсылман екенімді ау дәлелдермін. Ассаламағалейкум ағайындар, қашандау алдарыңдау төмендермін. Қыпшақта құда болған албандарға басымды төменейіп сәлем берді. Жастарға ақыл айтсам ел емес пе, өзіңмен үлкенменен ерегіс пе, атанаң тірі болса шын берекеңі, мысалы шалқып жатқан көл емес пе. Алдыңда қадыры бар ағаң болса, жігітте асқарала билемес пе, кемеңгер сыйласымды жеңгең болса, қазына таусылмайтын кен емес пе. Ақылды алған жарың жақсы болса, өзіңмен анық бірдей тең емес пе. Артыңда інің болса, қолың ұзын, қолыңды тоңдырмайтын жең емес пе. Жер жеті бол балаңыз билеп тұрса, Алланың сүйген ұлы сол емес пе. Қыз балаң көрікті боп пісіп тұрса, үйдегі шын асылың сол емес пе. Ақылмен аймағына жігіт жақса, өзінше ол бір патша бек емес пе. Құдаң мен құдағиың жақсы болса, дарияда бірге жүзген кем емес пе. Жиенмен тағы біреу нағашыңды, әріске ақыл айтып ағасыңды. Жиенмен нағашың ол да жақын, бар болса алыс беріс арасында. Жездеңмен тағы біреу күйеу болар, күйеуің жақсы болса сүйеу болар. Жездеңнің ең жақсысы әкеңмен теңі, жығылып қисайғанда тіреу болар. Қайнатаң қызын берген қайненең, күтеді көптен үміт болар сенен. Асырап саған бағып бермедім ме, жүрегін айырғандай бірдемемен. Осының бәрінің де еңбегі бар, болады жақсылыққа құдайым жар. Атенің әке шешең бәрі бірдей, ұмытпай қыз бен жігіт есіңізге ал. Атенің әке шешең бәрі бірдей, ұмытпай қыз бен жігіт есіңізге ал.